Баршаларыңызға сәлем достар, сіздермен бірге Пазл ТВ арнасы. Бүгін сіздерге 2021 жылы шыққан «Время» фильмін қысқаша айтып беремін. Егер де видео ұнаса, каналға тіркеліп лайк баса өтіңіздер. Бұл біз үшін өте үлкен қолдау болар еді. Баршаларыңызға рахмет айтамыз. Отбасы мерекелік демалысқа келеді. Әкесі Гай, анасы Фриска, балалары Трент және қызы Эндокс. Оларды отель бастығы жылы қарсы алады және де оларға тегін коктейль береді. Трент осы жердегі Эйглс есімді баламен танысады. Бастықтың туысы бұл бала осы жерде бір құпияның бар екенін білетін сияқты. Кешкісін Гай мен Фриска қатты ұрысып қалады. Екеуі жақын арада ажырасатын секілді. Фрисканың денесінде белгісіз ісік аурулары пайда болған екен. Таңертең осы жердің бастығы отбасыға ерекше жер туралы айтады. Ол аралда ешкім болмайды, және де сол жерге баруды ұсынады. Сол сәтте Патриша есімді әйелесінен талып қалады. Күйеуі мен Чарльз есімді кісі оған көмекке келеді. Әлгі аралға осы отбасымен бірге Чарльздың де отбасы бармақ болады. Оның әйелі Кристал, қызы Кара, анасы Ангелс. Арал өте әдемі екен, бірақ та жан-жағы үлкен-үлкен жартастармен қоршалған. Аралға келген сәтте олар бір қара нәсілді жігітті байқап қалады. Ол атақты рэпер Мейт Сайд Седан екен. Балалар суда жүргенде бір қыздың мәйітін байқап қалады. Бұл жерге келмес бұрын Чарльз ол қызды рэпер өлтірді деп ойлайды. Оның мұрны үнемі қанағып тұрады. Бірнеше минуттан соң аралға Джерин мен Патриша келеді. Оларға бұл жерде болған жағдайды айтып береді. Кейін барлығы отельге қайтқысы келеді. Джерин қайту үшін жартастардың арасымен жүгіріп келе жатады. Сол кезде есінен танып қалады. Демек ол жолмен қайту мүмкін емес. Кенеттен Чарльздың анасы демала алмай қайтыс болады. Аралда түсініксіз нәрселер орын алуда. Фриска Чарльзға келіп, балаларымды қарап берші дейді. Сөйтсе Трент пен Эндокс бірнеше сағаттарда бірнеше жасқа есейіп кеткен екен. Седан жартастардың арасымен қашпақ болады. Чарльз артынан жүгіріп барады, бірақ екеуі де есінен танып қалады. Жағажайда өздеріне келеді. Чарльз ашуланып Седанды пышақпен жарақаттайды. Бірақ жарақат бірнеше секундтың ішінде жазылып кетеді. Джерин су арқылы жартастарымен айналып өтпекші болады. Бірақ оның бұл ойына ешкім келіспейді. Туристер енді не істейміз деп бастары қатады. Фриска бұл жерде қандайда бір вирус бар деп ойлайды. Оның денесіндегі ісігі бірнеше сағатта одан сайын ісіп кетеді. Ол әлсіреп жерге құлап жатады, ал басқалары оның ішіндегі ісігінің тез өсіп жатқанына қарап тұрады. Кейін туристердің барлығы бұл жерде тез есейіп қана қоймай, жарақаттарын да тез жазылатынын түсінеді. Чарльз Фрискаға операция жасауға келіседі. Оғандары жара жабысып қалмасын деп ұстап тұрады. Чарльз үлкен топ секілді ісікті алып шығады. Фриска есін жияды. Седан қайтыс болған қызға келіп бетін ашқанда оның тек сүйектерін қалғанын көреді. Шын мәнінде адам денесінің сүйекке айналу үшін кем дегенде 7 жыл керек екен. Джерин бұл жерде шаш пен тырнақ түзеспейді, яғни клеткалар өліп қалады дейді. Седан болса бұл аралда 1 сағат 2 жылға келеді дейді. Демек бір күнде 58 жылға қартаяды. Бұл кезде Трент пен Кара уақыттарын бірге өткізеді. Кара одан 2 қабат болып қалады, бірақ та бала бірден қайтыс болады. Өйткені бұл жердегі уақыт тез болады. Чарльздың психикалық ауруы тез дамып, ол Седанды пышақтап тастайды. Джерин бұл аралдан кету үшін теңізбен өтпек болады. Кай олардың осы жерге әдейі келгенін түсінеді. Өйткені әр отбасыда әртүрлі ауру адамдар бар екен дейді. Эндокс теңізбен кетпек болғанда Джериннің денесін көреді. Қара жартасқа мінбек болады, бірақ ол ең жоғарына келгенде есінен танып қайтыс болады. Патриша аяқ астынан судырығы ұстап, ол да өледі. Гай мен Фриска қартая бастайды. Гайдың көзі көрмейді, Фрисканың құлағы естімей қалады. Ал Кристал кальций жетіспеушілігінің кесірінен ауыр халде ол да қайтыс болады. Трент пен Эндокс бұл жерден болған туристердің күнделігін тауып алады. Және де оларды төбеден камера түсіріп тұрғанын байқайды. Чарльздың психикалық ауруы асқынып, адамдарға шабуыл жасай бастағасын Фриска құмдардың арасындағы пышақпен оның денесіне жарақат тастайды. Уақыттың тез өткеніне байланысты құмдар арасындағы вирус оның денесіне кіріп, ол да қайтыс болады. Тірі қалғандар Гай, Фриска, Трент және Эндокс. Гай мен Фриска өлмес бұрын бір-бірінен кешірім сұрап отырады. Таң ата Трент пен Эндокс бұл жерден қалай құтыларын білмей құммен ойнап отырады. Сол кезде Трент әлгі күнделікте шешілмеген құпия бар екенін есіне түсіреді. Ол жазуда менің көкем маржан кедіртастарын жек көреді деп жазған екен. Екеуі теңіз маржандарының арасымен өтсек, есімізден танбаймыз деп шешеді. Маржандар арасымен өтіп келе жатқанда киімі ілініп қалады.
Трент Эндокске көмектесе алмай жатады, ал аралды бақылап тұрған жұмысшы бастықтарына барлық отбасы қайтыс болды деп хабарлайды. Сөйтсе бұл жер World деген адамның фармацевтикалық компаниясы екен. Ол ауру адамдарға дәрі беріп тест жасайды екен. Нәтижесінде 10 жыл өту керек болғандықтан осы аралға адамдарды әкеліп эксперимент жасайды екен. Кейін бір жұмысшы тест дұрыс шықты дейді. Олардың есімен Патриша аралда 8 сағат тірі жүрген екен, ал мына өмір бойынша 16 жылға тең. Отель бастығы жаңа қонақтарды күтіп алып жатады. Осы сәтте Трент пен Эндокс та оларға қосыла келеді. Олар маржан тастар арасынан тірі шығып келген екен. Жұмысшыларды полиция шақырып қамауға алады, ал Трент пен Эндокс болса аман-есен үйге қайтып тәтелеріне барады. Фильм соңында Уоррен компаниясы туралы айтады. Бұл компанияның бастығы отель бастығы болып шығады. Келген қонақтарға ерекше коктейль береді. Олар ол коктейльдің ішіне дәрі қосып береді екен. Аралға әкелінген топ 73-ші топ болып шықты. Осы уақытқа дейін көптеген отбасылар осы аралдың құрбаны болды. Жұмысшылар 100 мың адамның өмірін сақтап қалдық десек те, бұл өте жауыздық деп барлығын қамауға алады. Келесі видеода қандай фильмді көргіңіз келеді? Комментарийға жаза кетіңіздер, міндетті түрде шығаруға тырысамын. Ендеше барлықтарыңызға рахмет, сау болыңыздар.